имам Бухари рахималлахның Тарих Кабир деген кітабында, ұлы тарихтың деген кітабында Абу Бәкір радиаллаху таала анху дейді, пайғамбарымыз қайтыс болды, пайғамбарымызды құшақтап сүйді дейді. Адамдарға айтты дейді, кім пайғамбарды құлшылық қылатын болса, пайғамбар өлді кетті. Кім Алланы құлшылық қылатын болса, Алла аспанда тірі деп айтты дейді, аспанда деп дейді. Соны қазақша қылып жіберген маған. Ұстаз осындай хадистермен ханафилерді ойларын бұзып жатыр деп. Қараңыз, субханаллах. Сол хадистің негізі толығы имам Бухаридің өз Сахих Бухариде келген. Қараңыз, имам Бухаридің Тарихул Кабирінде әлсіз де хадис бар, мансух та хадис бар, басқа хадис та бар. Бірақ имам Бухари рахималлахның өз Сахихул Бухаринде хадис толық келген. Бабул жаназада келген, жаңа бабу фазаилу сахабада келген, екі жерде келеді жаңа хадис. Абу Бәкір айтты дейді, пайғамбарды құлшылық қылатын болса, пайғамбар өлді. Инналлаха хайюн ва ла ямут. Алла тірі, өлмейді деген хадис бар. Бірақ Алла аспанда деген бірде-бір сөз жоқ ол жерде. Имам Бухаридің өз хадисінде. Бірақ бұлар сондай іздеп әлсіз хадистерді ұстанып, ұстаздары да біледі оны. Олардың ұстанып отырған хадистер әлсіз екен. Бірақ қараңыз, соны қайтармайды. Қарапайымдың, халықтың арасына, қоғамға хадис заифты таратпаң дегенді қайтармайды. Неге? Өз мазхабтарына олар күш береді ондай хадистер. Олар мазхаб уже топ болып кеткен. Дінден бөлініп топ болып кеткен бұлар. Өз мазхабтары қолданса болды бұларға. Ислам қандай жағдайда, исламға әлсіреп отыр, исламға зиян келіп отыр, оларға қызық емес. Олар дінді ойламайды уже. Олар өз мазхабтарын ойлайды. Мазхабына қуат болса, мазхабына күш болса, ол әлсіз хадис, тоқма хадис барлығында қолдана береді олар. Олар қайдан шықты онда? Имам Матуриди рахимулла, Алла тағала барлық жерде деп айтқан сөзі қайдан шықты онда? Оны түсіндік. Имам Матуриди ешқандай кітабында да, оның шәкірттары да Алла тағала барлық жерде деп айтқан сөзі жоқ екенін түсіндік онда. Дұрыс па? Қазірге дейін егер ондай сөзі болғанда, бұлар жоқ жерден де тауып әкелер еді бұлар. Мысалда, міне қатысы жоқ сөзі соған жаңағындай жалғастырып, бір түрлі құрып келтіреді. Бірақ қазірге дейін келтірген жоқ. Айта алмайды қазір. Имам Матуриди қай кітабында Алла барлық жерде бар. Себебі жоқ сөз. Айтылған жоқ ондай сөз.